Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Украинаны 3 күнде жаулап аламыз. Одан бір аптеде жаулап аламыз, бір аптада. Одан бір айда Украин біздікі болады. Ой, Украин наш деп жүрген орыстың есер соқтарының енді беті түйенің табанынан да қалың екен. Сол ісініп, кебініп, Мәскеу бір телеарнасында, одамын әлеуметтік желіде ұлы орыс халқы деп сініп жүрген кезде, енді қысқасы масқара болды. Соны айтқан орыстар ұялған жоқ, соны ара-тұра тыңдап оқыған мен өзім ұятая. Мына орыстар енді қайтып өздерін ақтай дегенде мен өзім ұялып жүрмін. Баяғыда бір өтірікшілер өтірігін боратып отырғанда, айтушы ол ұялмай, тыңдаушы біз ұялып кететінбіз. Тура со сияқты болды енді. Орыстар сөйтіп сініп кемініп, енді сұмдық болды. Енді қазір орыс шабуылын тоқтатып, енді Украин шабуылшы бола бастады. Орыс енді масқара болғанда, енді қорғанысқа көшті. Қорғанысқа көшті деген сөз, енді ол бұрын жаңағы өзі жүрген жерлерінен де өздері мина көме бастады. Өздері жарылғыш көме бастады. Ол миналарыңызды да білесіздер. Кейде ол уақытымен жарылатын мина болады, кейде ол жаңағы оның үстінен өткен заттың салмағына қарай жарылады. Мысалы, одан мысалы 50 килограммнан 100 килограмм көлемдегі адам басса жарылмайды, бірақ 2 тонна, 3 тонна салмақтағы көлік, танкі басып өтсе жарылады. Немесе одан алып техника өтсе жарылмайды, одан 50 келе, 100 келе көлемдегі адам салмағы басса. Одан тағы неше түрлілері бар. Жаңағы 10-ші рет өткенде жарылмайды, 11-ші рет өткенде жарылады. Оны 10 рет өтеді, мына қауіпсіз екен деп 11-ші рет басып өткенде жарылады. Қысқасы неше түрлі техника бар. Қазір жоғары бұрын минаны қолмен көметін болса, қазір тікедей ұшақпен шаша салатын болды, зеңбірекпен ата салатын болды ол жарылғыш заттарды. Оның барлығы жаңағы зеңбірекпен де, ұшақпен де атып жібергеннен барғаннан кейін бір оқтың өзінде бәленбай мың жарылғыш заттар айналасына ине болып қадалып, шайшылып, енді оның үстінен жаңағы адам ба, көлік ба өткен кезде жарылады. Оның жарылыс өнерді жаңағындай неше түрлі жағдайға қарай әртүрлі қылып жасап қойған. Енді білесіздер, екінші дүниежүзілік соғыста жапондар көміп кеткен миналарды, жасырын бомбаларды осы 2000 бәленші жылға дейін Қытайлар тазарта алмай, Жапонға жалынып, ана көмген миналарыңды тазартып бер деп, сөйтіп жапондар осы 2000 бәленші жылы Қытайдың қиыр шығысынан Жапон минасын арылтып жататын. Ана оңтүстік шығыс Азияда да солай болатын. Енді тура сол сияқты, ол мина дегеніңізде бір бәле, енді орыстар сол шабуылға шығу мүмкін болмағаннан кейін, алатын жерді алу мүмкін болмағаннан кейін, енді кері шегініп, айналасын сол қалың миналармен көмкеріп, қат-қабат болып отырмақшы. Бірақ білесіздер, кеңістіктен бомбалау ол қат-қабат қорғаныс, жер бетінде қорғаныстан бөлек болады. Енді міне қазір қанатты зымырандар, неше түрлі қанатты тұтықты қарулар, дрондар, ұшқышсыз ұшақтар қаптаған заманда бұл соғыста бәрібір Еуропа мен Американың қаруының озықтығы орысты тағы ойландыратын болды. Бұл көп адам ойлайды, орыстың қаруы бірінші рет Еуропа Американың қаруымен бетпе-бет келіп тұр деп. Жоқ, бұл Иран-Ирақ соғысында. Сосын мына Саддам Хусейн Куейтке басып кіргенде орыстың қаруының әлсіздігі білініп қалған болатын. Сол заманда Совет одағының жаңағы орыстың берген қаруымен қаруланған Саддам Хусейннің тасталқанын шығарып, яғни Совет одағының Ресейдің қаруының ештеңкеге жарамайтынын, оның кеңістіктік, яғни зымырандық қорғаныс жүйесінің нашар екендігін, оның Американың зымырандарын қорғай алмайтындығын сол Саддам Хусейн, яғни Ирақтың әскері Куейтке басып кіргенде білініп қалған. Мынау енді содан кейінгі көлемді жүйелі, былайша айтқанда бүкіл қолдағы барын, яғни барын асып бақанын таянып, нақ майданда батыс пен орыстың бір белдесуі деп айтуға болады. Бұл енді ашық жекпе-жек болып тұр. Ол үшін сол күннің жылынуы керек. Құдай білет, майдың сол 9-ына қарата орыстарға украиндер үлкен сый жасауы мүмкін.
көптеген бұрынғы Совет одағы елдері майдың 9-ында ешқандай жеңіс парады болмайды деп жатыр. Енді біздегі мынау орыс құлдар, орысты десе жеті әкесіндей көретін сүмелектер 9 майды тойлап кетпесе, былайынан енді орысты жер бетінде ешкім тойлап құттықтайын деп жатқан жоқ. Ол орыстардың 9 майда германдарды жеңгені де өтірік. Оның өзі сол тұтасымен Американың қаржысы, тұтасымен Американың инвестициясы, бүкіл Совет одағының алтынын беріп алған ақша, қару, Американың әскери зауыттары, сол орталық Қазақстан, Ресейдің оңтүстігі соған берген. Тікелей сол Американың көмегімен жеңгендігін біз қаншама лекциямызда дәлелдермен, деректермен сөйледік. Енді бұл жерде тағы бір нәрсе, Герман орыс демекші, Германия Ресейдің дипломаттарын қуып тастады. Қысқасы, шық дегенде ит те шығады деп, орыс дипломаттарын қуып жіберді. Енді қысқасы орыстар өсті бүкіл дүниеден ауашаланып жатыр. Орыстар енді сөздің шыны сол өзінің сол Қазақстан, солтүстік Кореydегі анау мешел бала, өңкей сол тағы мынау өзбек, сол сияқты қырғыз сияқты сол бірнеше өздерінің жаңағы достарын ертіп сол сонысымен ғана қалатын болды. Германия қысқасы қуып шықты. Сөйтсе, орыстың елшілігі ол жерде кәдімгі дипломатиялық этикаларға сай емес қылықтармен, яғни өздеріне екі елдің дипломатиялық келісімде рұқсат етілмеген қарекеттермен айналысқаннан кейін қуып жіберіпті. Мен енді осыдан кейін орыстар не істейтінін айтпасам да түсініп отырсам, Медведев бар, басқасы бар, ауыздарынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, қысқасы буырқанып, Германияның тасталқанын шығаратын болды. Бірақ Германия істейтін істеп қалды. Не істесең ол істеді. Міне. Енді Латвия, ол тағы да қысқасы бұл жерде, енді бұл жерде Латвия, Литва, Эстония, бұлардың бәрі тілдері Германияға жақындау, оның үстіне Совет одағының шекпенінен шыққан. Енді осы мәселеде олардың мына батыстың әлеуметтік желісіндегі ықпалы кәдімгідей күшті болып тұр. Енді бір қызығы, қазір мынау Украинаны НАТОға қосқызбаймыз деп соны сылтауратып басталған соғыс, ең соңында орыс өзі қайда тығыларын білмей қалды. Соғысты орыс өзі бастап алып, енді арашаға зар болып отыр. Мынау май қалай басталады, соғыс үлкен өзгеріс болайын деп. Неге десең, Украинада бүкіл қару бар. Кеңістік қару да бар, ұшқышсыз қарулар, ұшатын қарулар да бар, түтікті қару, ауыр техника, танктері бар, бәрі жеткілікті болды.